Қазір су фильтрі түрлері шаш етектен. Бұл маркетинг әдісі ме, әлде расымен қажеттілік пе? Тілшіміз Дана Қарбаева мән жайын біліп қайтты. Назарларыңыз экранда болсын. Адам 80% судан тұрады. Ол күніне 2-2,5 литр шамасында су ішу керек. Ал қазір тұщы әрі таза су тапшы. Құбыр суын қайнатқанда құрамдағы бактериялар жойылғанымен зиянды ауыр металдар қала береді. Оны келесі тәжірибемізден байқадық. Судың ішіндегі ауыр металдардың бәрі қайнап бетіне шықты ғой. Яғни, жаңағы өлі су болған жағдайда бұл әппақ болып қалып қалушы еді. Яғни минералдары, составтары өзінде бар. Лимонный түс берді. Ал енді қарайтын болсақ, мынау жаңа құбырдан алынған су. Бұның ішіндегі жаңа ауыр металдар өте көп. Қарайтын болсақ, мысалы үшін әр кеш ішкен сайын, мысалы үшін біздің организмде болатын болсақ, асқазанымыз не болмаса бүйрегімізде болады. Ішкен сайын жаңа суымыздың жағдайы осындайға келеді. Жалпы ТДС-пен тексеретін болсақ, мысалы үшін 0-ден 0,4-тен 100-ге дейін ішуге жарамды су, қарап отырсақ, мысалы үшін 67 көрсетіп тұр. Яғни минералдармен байытылған су құрамы өте жақсы. Бұл жерде 0,41. Бұл суды ішуге болады. Үшіншісі 0,17. Яғни бұл да ішуге жарамды су. Толығымен құрамында ауыр металдар жоқ. Осындай суларды ішуге негізі кеңес беремін. Су сүзгілерінің бірнеше түрі бар. Құмыра мен кері осмостық сүзгі, шүмек қондырғысы және тағы басқа. Біріншісі суды химиялық әрі механикалық тұрғыда тазалап, оны жұмсартады. Жылдамдығы төмен болғандықтан сүзгісін ай сайын ауыстыру қажет. Ал шүмек қондырғысы құбырдан ағатын суды тазалайды. Бірақ оның қуат деңгейі төменірек. Сондықтан үлкен отбасыға кері осмостық сүзгі тиімдірек болады. Ол ұзақ уақытқа дейін жетеді, әрі жақсы тазалайды. Біріншіден фильтрдің сапасына қарау керек. Егер де сізге ішетін су керек болса, кері осмос технологиясы қолданылған фильтрлерді алған дұрыс деп санаймыз. Өйткені олар толықтай зиянды химиялық заттардан, элементтерден 95% дейін тазартып береді. Ал егер де сізге техникалық су керек болса, тұрмыста қолданылатын, жаңағы магистралды фильтрлерді алған дұрыс деп санаймыз. Сүзілмеген құбыр суын тұтыну шаштың түсуі, тістің бұзылуы, бүйректегі тастың пайда болуы сияқты ауруларға алып келу мүмкін. Сүзгі картриджін ауыстыра алғанымызбен адамның бүйрегін ауыстыра алмаймыз. Сондықтан таза әрі пайдалы су ішіңіздер.